Ағылшын тілінде оқуды үйрену. Осы сабақта біз ағылшын тіліндегі 5 дауысты дыбыстың ең қысқа болып оқылатын түрімен танысамыз. Бірінші A әрпінен бастаймыз. Жалпы A деген әріп ағылшын тілінде әртүрлі болып оқылуы мүмкін, бірақ бүгінгі сабақта біз A әрпінің ә деп оқылатын түрімен танысамыз. Сол сөздерді оқып көрейік. Бастаймыз. Cat, bad, fat, hat, mat, sad, rat, flat, at. Яғни осы сөздерде барлық A әріптері ә деп оқылып тұр. Келесі қатарда оқимыз. Дәл солай. Can, man, run, van, pan, fan, ban, plan, scan. Келесі қатар. Jam, ham, spam. Келесі қатар. Map, gap, cap, tap, lap, nap, trap, clap. Bag, tag, flag, drag. Cab, lap, grab, crab. Axe, fax, tax. Hand, sand, land, stand, bland. Add, and. Мұның бәрі жай ғана дыбыс беретін сөздер емес, бұл кәдімгі мағынасы бар сөздер. Cat деген мысалы мысық, pan деген таба мысалы, map деген карта, яғни атлас картасы деген сияқты мағынада қолданылатын карта. Мысалы fax деген fax, hand деген қол, сол сияқты жалпы ағылшын тілінде бар сөздер, және бұл жерде A әріпі қайталаймын ә болып оқылады. Бұны ағылшын тілінде ең қысқа оқылу түрі деп айтады, short vowel деп айтады. Міне осылай осы сөздерде A әріпін ә деп оқимыз. Келесі дауысты әріп ол I әріпі. I әріпі ағылшын тілінде ол да әртүрлі оқылуы мүмкін, бірақ оның ең осындай қысқа оқылатын түрі деп оқылатын түрі болып табылады. Сонымен сөздерді оқып көрейік. Read, bed, fed, get, net, set, yet, let, met, wet, bet, jet, pet, hen, pen, ten, man, best, west, test, nest, rest, pest, vest, send, rent, tend, bend, send, spent, felt, melt, belt, tell, bell, sell, fell, sell, yell, well, smell. Яғни мына сөздердің барлығында яғни read, get, hen, best, send деп міне осылай өте оңай бұл сөздерді оқимыз. Бұны да ағылшын тілінде short vowel, яғни қысқа I әрпінің оқылуы деп айтады. Келесі дауысты дыбыс ол I әріпі. Дауысты әріп I әріпі. Бұның қысқа оқылатын түрі I деп оқылатын түрі. Сонымен осы дыбыспен сөздерді оқып көрейік. It, sit, bit, hit, fit, knit, spit. Zip, tip, hip, lip, dip, sip, trip, clip, skip, slip. Big, dig, fig, pick, rig. Did, mid, kid, read, lit, hid. Six, mix, fix. Crib, bib. Milk, silk. Will, hill, bill, kill, fill, till, mill, pill, still, skill, drill, grill. Бұл да I әрпінің қысқа оқылатын түрі, яғни it, zip, big, did деп оқимыз. Бұл сөздердің барлығы ағылшын тілінде бар сөздер, мысалы six деген 6 дегенді білдіреді, milk деген сүт, skill деген қабілет деген сөзді білдіреді. Келесі дауысты әріп ол O әріпі. O әріпі де ағылшын тілінде әртүрлі оқылады. Бұның ең қысқа оқылатын түрі
деп оқылатын түрі. Осы дыбыспен сөздерді оқып көрейік. Сонымен бастаймыз. Top, pop, hop, mop, cop, stop, drop, prop. Not, got, lot, dot, spot, plot. Яғни о емес, бірақ о мен а әріптерінің дыбыстарының арасындағы бір дыбыс. Job, rob, cob. Not, got. Box, fox. Dog, log, fog, jog, blog, frog деп сөздерді оқимыз. Бұл сөздерде ағылшын тілінде бар сөздер, мысалы job деген жұмыс дегенді білдіреді, box деген қорап дегенді білдіреді, blog деген блог, frog деген құрбақа деген сөздерді білдіретін сөздер. Келесі дауысты әріп ол U әріпі. U әріпі де ағылшын тілінде әртүрлі оқылады. Оның ең қысқа оқылатын түрі А деп оқылатын түрі. Дыбыстық белгілемесінен мынадай болады. Сонымен осы U әріпімен сөздерді оқиық. Run, sun, fun, gun, bun. Bus, plus. Bug, rug, mug, hug, drug, plug, slug. Яғни U әріпі десе де, міне осындай сөздерде бұл қысқа түрінде оқылады, яғни А болып оқылатын дыбыс. Butt, cut, nut. Rub, pub, cub, club, scrub. Pub, cup. Jump, pump, bump. Sum, drum, plum. Келесі енді қысқа мәтіндерді оқып көрейік. Мынандай қысқа мәтіндер бар. Ant, an ant in a pan, an ant naps in a pan. Қазақша айтсақ құмырсқа, табадағы құмырсқа ұйықтайды деген сөйлем. Дәл солай келесі мәтінді оқып көрейік. Pat and nut. Pat sits. Nut sits. Pat and nut sit. Pat and nut sit in a tin. Келесі мәтін. Cat. A cat and a rat. A cat and a rat had a prom. Келесі мәтін. Pen, a red pen. Hat, a red hat. A man has a red hat and a red pen. Сонымен біз осы сабақта ағылшын тіліндегі 5 дауысты дыбыстың, дауысты әріптердің ең қысқа оқылатын түрімен таныстық, дыбыстық белгілемесін үйрендік және осы дыбыстармен сөздерді оқып үйрендік.